Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің башқа бір хадисінде мындай дейді: "Мен атааллаха фақат закараллаха" дейді. Кімде кім Аллаға баш иген болса дейді, Алла Тааланы ал кіші сөз түрде зикір қылып тұр дейді. Ал кіші Алланы сөз түрде естеп тұр дейді. Кім Аллаға баш иген болса, ошол кіші Алланы зикір қылып тұр, Алланы естеп тұр деп айтабыз дейді. Ва ин қаллат салатуху ва сиямуху ва тилаватул Qur'an дейді. Егер ошол кішінен жанағы Құдайға баш иіп, күнөөдөн арылған кішінен намазы аз болса дағын дейді, оразасы аз болса дағын, Құранды аз оқыса дағын, бирок Құдайға баш игендігі үшін дейді, ал Құдайды зикір қылып атыптыр деп есепке алынады дейді. وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهُ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ дейді. Эми кимде ким дейді, Аллаға күнөө жасаса дейді. Күнөө жасаса дейді. Алла Таала тыйған нәрседен тыйылбастан күнөө жасаса. Қалып сүйлө десе, қалып сүйлөсө, урлук кылба десе, урлук кылса. Башка бирөөнүн келин кызына караба десе, караса. Ошого окшогон күнөөлөрдү жасаса дейт. Бирок намазы дагын, оразасы дагын, Куран окуганы дагын көп болсо дагын дейт, ал инсанды Алланы унутуптур деп эске алынат дейт. Алланы унутуптур деп жазылынат дейт. Көрдүңүзбү? Алла Тааланы сиз чындап эстеп, чындап Алла менин жаратуучум, Алла менин Раббым деп эстеген киши болсоңуз, анда эмне кылышыбыз керек экен? Күнөөдөн арылышыбыз керек. Жок, анан көп намаз окудуң, бир ай эмес 2 ай оразаны кармадың, күнүгө Куранды көп окуп атасың, бирок Кудай сактан деген нерседен сактанбасаң, пайгамбарыбыз айтат, ал инсанды Кудайды унутуптур деп айтылынат дейт. Ал инсанды Кудай унутту деп туруп, ал жака жазылынат. Алла Таала Куранда эмне дейт? Ким Алланы унутса, мен аны унутамын дейт. Сизди Алла унуткандан кийин бүткүл инсандар сизди еңсеп, эстеп, көтөрмөлөп, зикир кылып, сиздин атыңызды бүт ааламга таркатса дагы, жеткирсе дагы, бирок Алла сизди унутуп койгондон кийин ал эч бир пайдасы жок болот. Эч бир пайдасы жок. Бирок сизди Алла эстеп турса, Алла сизди карап турса, зикир кылып турса, анда бүткүл аалам сизди көрбөсө дагы, бүткүл аалам сизди унутуп койсо дагы, сиз бактылуу инсан болосуз.